Жеңшені салсаңшы. Не бұл? Жа оқырмандар берген футболка ғой. Кімге беріппін? Маған? Сыймайды ма? Адам өзі. Өлі қалай сыймайды, мынаншама заттың ішіне сиятын шығар мынау. Сыймайды, машинаға обал емес па? Сыймайды деді ме? Сыймайды. Үйге апарып тасташы бір. Мұнда маған бәрі мына жерге іле салам. Ойбай, ят емес па? Біреу саған сыйлық қылып әкелген затты іліп кетесің ба? Ал бар, үйге апарып тастап кет. Келесі келсін. Келесі жыл келген кезде сыймайды ғой мынау. Мен сыймайды, бұрқылдамай апар дедім ба? Үйге апар бар. Құрсайшы да. Жаңа шай қоя қой дедім, өзінше болып. Неме, еркек басымен шай қоям ба деп. Шай қоймаған қандай екен көресің, білдің ба? Демалмасым, аяқты созып, шашып кетті қой отыра беріп. Өбей! Жеңсен нақымен тастап кеттіңіздер. А сен жоқсың ба не машинада? Бәсе бірдеңе жоқ дейм. Жүгіріп келдің ба? Қалай екен шай қоймаған? Жеңше. Не болды? Ал ресторан ашқанымыз құтты болсын. Енді бұны жақсылап жүргізу үшін жақсы администратор керек бізге. Дұрыс айтасың, мен де соны ойлап отырмын. Мен таптым, 3 қыз таптым. Таңдаңыз үшеуін біреусін. Үшеуі де қалада мықты ресторандар жүргізген. Ойбай, мыналар кімдер? Администратор ма? Иә, администратор. Масқара, ертең мына ресторанға ағаң келеді. Ағаң келеді деп ме? Ағалар келеді ауылдан, дұрыс па? Түсіндім. Не түсіндің? Түсінетін ештеңесі жоқ. Мына кісі жүргізеді бәрі. Ойбай, мына кісіңіз үлкен ғой? Не бопты үлкен болса? Көпті көрген кісі ғой? Біледі қалай жүргізу керек екен. Ойбай, мектептің столовыйын жүргізейін деп атқан жоқсыз ғой, ресторан жүргізейін деп атсыз ғой. Мектептің столовыйын, мен ресторан, какая разница? Обычно жастар. Жастарға қашан жол бересіздер? Постоянно үстесіздер. Көреді, баршы. Өздеріңіз жүргізе беріңіздер онда. Жүргізе берем өзім. 350. Жеңше не істеп жүрсіз? Мына диван креслоны өткенде ана келіннің артынан дүние келді, білесің ба? Сол кезде деген құдаша деген сонау Әзірбайжаннан алдырдық. 1 миллион теңгеге әкелдік деп осыны аузын толтырып айтқан ғой. Сөйтсем 350 мың теңгеге қойды. Не болды айтса айтқан шығар? Енді адам деген кішке қоспай айту керек қой. Мынау сіздің сіңіліңіздің артынан апарған емес пе? Иә, сол диван ғой. Бұл қанша тұрады екен? Ой, қымбат 300 мың тұрады. Ой, келіннің артынан әкелген қымбат тұр ғой 350 мың. Енді мен деген бағаны үйтіп, бұлар құсап миллионға келдім деп айтқан жоқпын бұларға. Не деп айттыңыз? 500 мың қалдық деп айттым. Ой, какая разница, қосқансыз ғой сізде? Мен кішкентай қостым, алар құсап миллион қалдым деген жоқпын. Разница жоқ қой? Разница. Жеңше, сіздер өз не жұмыс істеп жатсыздар? Көңіліңіз сіз жаман шаршап келіп жатсыз ғой? Енді жұмыс болғасын шаршайсың ғой. Не жұмыс істегенде біз... Сіз не істейсіз мысалы? Мен недемін ғой ана? Отдел продаждамын ғой. Қойыңыз. Е? Ескі сатамыз ғой? Баланаға, сіз не жұмыс істеп жатсыз? Мен не ғой? Зат склад, жоқ, зав склад. Бүкіл есік бар, бүкіл тауарларға қараймын. Мә, күшті ғой. Мені де кіргізіңіздерші. Мен де бүгін барайыншы сіздермен бірге. Сөйлесу керек, кейін көреміз. Реттеліп алайын. Дорогие мои подписчики, вы можете очень прекрасно дышать в отеле Монако и вздохнуть. Или отдохнуть па, қалай болады? Білмеймін ғой, мына орысша сөйлеп отырсыз. Енді көріктектен күшті болып сөйлеп көрейік те? Ой, қазақша сөйлей бермедіңіз, енді отырайық осының словарыңыз деп. Кеттік жүріңіз, басына қазақша түсіреміз. Бәрін басынан түсірмекшісің ба? Иә. Жеңше, мен егіз лебізде бар ғой. Алишер Каримов пен Гүлназ Әлімгерейге беріп жүрмін. Алишер Каримовке өз телефонмен дауыс беріп жүрмін. Гүлназ Әлімгерейге сіздің телефоныңызбен дауыс беріп жүрмін ғой. Сөйтіп жүрсің ба? Екеуін пастан апта сайын өткізіп жіберіп жатырмын ғой мен. Сен ба өткізіп жіберіп жатқан? Осы жол бар ғой, Мақпал мен Нұрлан Албанға сөйтіп дауыс берейікші. Өйткені ана Мақпалға жаным ашиды бар ғой. Оның деген балапан арнасында көрерменнің бәрі кішкентай балалар ғой, майда балалар ғой. Олар дауыс бере алмайды ғой. Иә? Сенің Әлшерің деген, ой, онсыз да дауысы зор, бүкіл Тараз дауыс береді. Ал Гүлназға ше? Гүлназға бүкіл Қызылорда, келіні ғой Қызылорда. Ақтөбенің қызы қазір жаппай дауыс беріп жатыр. Олар онсыз да шығады бар ғой. Давай осы апта ше, Мақпалға дауыс берші сен, е? Соң кейін бір қолдап жерді осы апта. Келесі апта қайттың өзің Әлшер мен Гүлназға бере бересің, е? Шай қойыңыз. Бағлан сен де әйтеуір шайға, құр шайға шақыра беретін болдың ғой бізді. Мынаны ішіп көрші, өткендегіден тәтті ма? Қан қос қойың. Қан?
Өткенде шайдан айырмашылық. Так, кішкене қош. Ой, рахмет. Ренжімеш өткен болмады кетіп қалды. Тип вайн түсірсең, иә? Сөйтіп не айтайын дедім. сол кезде мен бүйтіп айтайын да дастарханға тағы бір нәрсе алайық та бағлан аға деп айтайын. Қойшы, одан басқа бірдеңе айтшы. Алу емес. Тұр ғой мына сухарий тұр, бұдан артық не керек? Нан. Мынаның өзі бағлан үшін артық қой. Жұлдызай әпке, Әли, Нұрсұлтан қаласына қош келдіңіздер. Енді бір ескерткім келеді, үлкен қала, алаяқтар өте көп. Әсіресе қаржылық пирамидалар көбейіп жатыр. Олар бірақ пирамидамыз деп айтпайды. Бірақ жұмыс істеген кезде не істейді? Шетелден инвестиция құйып жатырмыз, адам тірке дейді. Бәтима мысалға Мырқымбайды тіркейді. Сөйтеді де Бәтима Мырқымбайдың салған ақшасына өзі байып алады. Қысқасы 50 беріп 100 ала алмайды, кемпір беріп қыз ала алмайсыздар. Осы нәрсені жаттап алыңыздаршы. Ай, балам ренжіме, біз компанияға кірмейтін болдық. Жарайды, өздеріңіз біліңіздер, біз шетелден келген компаниямыз ғой. Әрбір қазақ бай тұрғанын қалаймыз да біз. Өздеріңіз біліңіздер. Тоқтай тұршы, онда не ғой балам? жүрсеңізші жаңа дәулет айтты ғой. Қоя тұршы, шетелден келгесіңдер машын. Мына жер жинаңдаршы, қыздар, тез. Сен не болды, неғып ашуланып жүрсіз? Жоқ, қалай ашуланбайсың, а? Осы кафе жалғыз маған керек па? Кән, бағлан кән. Қазір тур бар ғой, звондасаңызшы. Ұрыспасам, қайда жүрсің деп. Адам деген, отырмай ма осы жерде? Бағлан қайда жүрсің, айналайын ау? Иә. Жоқ, ешкімге айтпаймын, мен бар. Шешіп ал мәселемді, жақсы. Не болды, жеңше тыныштық па? Ой, әйелмен ұрыс қапты. Ешкімге айтпашы дейді, ешкімге айтпай. Ұйықтап жүрмесін. Ойбай, Гүлназардың билері келіп тұр. Мін, как Гүлназ қылып. Бүлекем қалайсыз? Келе беріңіздер. Бағлан жоқ, ол әйелмен ұрыс қапты, иә. Не іздеп жатсың? Әйелдер жеңіп от деген не шықты, кітап шықты. Жеңіп от, жыдама. Жоқ, оны қақ не істеп жүрсің? Өшір двордағылардың бәрі оқып кән, жаттап кән, дұқ жинамамын. Бізде қиял әлем екінші этажда ғой. Екінші этажда ол да айтқан жоқ. Байқұсау, армандапсың Ақтоқта. Қысты күні көк шөпті деген осы екен ау. Екінші этаж жақында? Лифте жоқ. Үшінші этаждың астында. Асия деймін, тым ойланбай балаларыңды осы жерге әкел, ойланатын несі бар? Өзің ойла, математика тереңдетіп оқылады. Шетелдің мамандары келіп оқытады, шет тілін өзің ойлашы қара. 4 мезгіл тамағы, үй жұмысын осы жерде жасайды. Таң азында әкеп тастайсың, кешке алып кетесің, балаңды уайымдамайсың. Мықты мамандар жұмыс жасайды екен. Сосын бар ғой, анау Ыбырай Алтынсарин, Абай Құнанбаев, Сұлтанмахмұт Торайғыров бар ғой. Солар оқыған екен осы мектепте. Иә. Нағы өтірік айтып жатсыз? Ол кісілер 1900 жылға айтып өткен ғой? Қойшай, сен білесің ба, мен білесің ба? Жаңағы кіребершіде суреттер тұр ғой, біздің мақтанышымыз деп тұр ғой. Дұрыс қой, бүкіл қазақтың мақтанышы. Қойшай, осы мектептің мақтанышы. Адамдардың портретін көрген жандар қолдай